Tamaşalar, bugün biz Жаратылыстану әлеміне саяхатқа барамыз. Зерттеуді қалай жүргізеді тақырыбында сұрақ қоюды, зерттеуді, болжам жасауды, пайымдау бағыттарын үйренеміз. Ал және құрметті оқушылар және тыңдаушылар, мен бүгін сіздердің жол серіктеріңіз боламын. Яғни жаратылыстану әлеміне саяхат жасаймыз. Сіздердің жол серіктеріңіздің аты Гүлсара Абдуллахимқызы. Құрметті жолаушылар, енді біздің самолетіміз көтерілмес бұрын белдігімізді қағынар сақтық шарасын жасайық. Ал жасаймыз кимемен. Енді біздің ұшағымыз көтерілмес бұрын biz bir-birimizga жақсы тілек айта отырып, ең алдымен жер анадан аман есен аспан көкке көтерілейік деп, жасыл түсті жер ананың үстіне ұқсас ұшақты ұшырайық. Аман есен жетейік. Әлемнің бізбен тылсым құпиясын көрген біздер аман есен жер анаға апарайық деп сіздер ұшыра қойыңыздар. Бүгін біздің ұшақтың ішінде отырмыз. Ұшақтың ішінде қазақ ұлтынан басқа да ұлт өкілдері отыр екен бізбен бірге. Неліктен ойлайсыңдар? Олар Қазақстанға, бізбен бірге жаратылыстану әлеміне. 1 мамыр күні қандай күн? Бірлік күні, ынтымақ күні, соны бірге тойлауға бара жатыр екен. Осы ұлттардың бәрі тату, тәтті өмір сүрсін деген мақсатта, бір-бірінің салтын, дәстүрін білсін деген мақсатта біз 1 мамыр мерекесін тойлайды екенбіз. Онда қазір біз осы ұшақтың ішіндегі жолаушыларға, өзге ұлт өкілдеріне қазақ ұлтының қалай амандасатындығын орнымыздан тұрып көрсетіп жіберейікші. Міне, қазақ ұлты бәрі осындай қол амандасады. Көзімізді жұмамыз. Бәріміз біздің алдымыздан қазір сиқырлы есік ашылады. Аша қойыңдар. Астарапы ойдеген. Назу жағып көрекеміз. О, керемет айтамызшы. Дұрыс айттың. Микроскоп, жақсы. Сипатты таймымыз. Бүгінгі тақырыпты болжаңдаршы. Тақырыбымыз не тақырыбында болуы мүмкін? Қандай тақырыпта біз ой қозғауымыз мүмкін? Табиғат деді, зерттеу деді, сосын қандай айтады? Болжау тақырыбымыз қалай екен? Жүргізеді деген тақырып шықты. Барлықтарыңыздың пікірлеріңізді қабылдаймын. Себебі зерттеу жүрген жерде болжаудың да болатындығы анық. Осы тақырыпқа байланысты біз 4 топқа бөлінеміз. Бірінші топ, аттарыңызды айтыңыздаршы. Табиғаттың командасы аға. Көру. Екінші топ, болжау. Үшінші топ, зерттеу. Төртінші топ, пайымдау. Жақсы өткізіліңдер. Сонда бүгінгі біздің тақырыпта сіздердің топтарыңыз бостан-босқа зерттемеген екен. Бүгін біз зерттеуді қалай жүргізу үшін осы 4 қадамды басшылыққа алады екенбіз. Қолымызда 34-ші сабақты ашамыз. Тақырып қалай деп айтылады? Зерттеуді қалай жүргізеді? Жақсы. Сабаққа қойылатын мақсат. Біз сабақта нені үйреніп кетуіміз керек екен? Зерттеуді өздігінен жоспарлауды және жүргізуді үйренесің. Сонда бала бүгінгі сабақта зерттеуді өздігімізден жоспарлаймыз. Біз қалай зерттеуге болатындығын және оны қалай зерттейтіндігімізді, яғни оны қалай жүргізуді үйренеді екенбіз. Осы жердегі мәтінді іштей түсініп оқыңдар. Екі қандай киім тұр? Бұл түсіне қарай ажырап тұрмыз. Екі киім ұқсас па? Сіздерге барлығыңыз үшін маңызды сұрақ беріліп тұр. Сол сұраққа назар аударайық. Қандай материалдан жасалған күртеше жылы? Сұрақ сонымен қандай материалдан жасалған күртеше жылы екен? Ол үшін біз болжаудың, зерттеудің алты қадамына тоқталамыз. Ақпарат ұсынайын. Олар табиғи және жасанды маталар болып бөлінеді. Табиғи маталарға мақта, жүн, жібек және басқа маталар жатады. Жасанды синтетикалық маталарға
kimyo jolымен alınатын sonsuzluq және ерік мақалар жатады. Енді балалар біз білдік мақалар неше түрге бөлінеді екен? Жасанды, жақсы. Табиғи мақалардың түріне не жатады? Жиірек, дұрыс, өте керемет. Қарымызға қараймыз. Өз болжамыңды ұсын дегенге қараймыз. Сол жерден болжам деген белгіні тауып оқыңдаршы. Сол белгілерді жазып аламыз. Онда бұл сіз оқи қойыңыз. Болжам зерттеудің нәтижесі туралы алдын ала жасалатын Тұжырым. Бірақ өмірсе ма? Болжамды мына оқушы айтты. Мен қызыл күртешені жылы деп ойлап тұрмын деді. Ол оның болжамы. Әлі нақты біліп тұрған жоқ. Бірақ ол оны солай өзінің ішкі несімен солай қабылдап сіздерге баяндап тұр. Болжам деген сіздің зерттеуге әлі нақты емес, бірақ сіздің ойыңыз тұжырымыңыз деген. Дәптерге сол белгілерді жазып аламыз. Саудың 29-ы сынып жұмысы. Тақырып зерттеуді қалай жүргізіледі жазалайды. Сұрақтармен жұмыс бір оқыту келіп тақтаға жаза қойсын. Келе ғой. Сымбатты білесің бе? Келе ғой, сымбат. Тамыңды алып келе. Алып келе ғой көзі. Қай топтың балалары тез әлем жазап келіп, қолдарын жинақта отырғанға білеміз де. Сіздерде мынандай бағалау шкаласы бар, иә? Соған өзіңіздің жазуыңызды әдемі деп бағалаған болғанша, мына 10 шкалаға дейін бағалаймыз. Біздер бағалаймыз. Жақсы. Зертханалық аялдама. Мына түтікшеге қараңдар. Түтікшенің қызыл тұрған жерін бақылап алыңдар. Сіздер 27-де. Бақылма. Şimdi 20'da var. Жақсы. Ал енді 10 пайызя. Енді қастарында су құйылған ыдыстың аузын ашыңдар. Суды құйып, суды құямыз. Ал 5 минут уақытты белгілейміз. Қазір осы зертханалық аялдамада тұрсыздар. Зертханадан кейін сіздер жылдам пайымдау ойынын ойнаймыз. Түсініп па? Ал 5 минут уақыт болсын. Бастапқыларыңыз жаза қойыңдар. Біз сіздердің қорытындыларыңызбен қазір 4-ші қадамға өтеміз. Барлықтарыңыз қолдарыңдағы тәжірибелерді жасай алуға жатсыңдар. 10-нан 20-ға дейін көтердіңдер. Жаңағы бастапқы цифрда алғашқы цифр алынама сіздерге. 3 топ нәтижеге келісіне ойындар. Айырмашылықтан бастапқыны алдық 20 бұл да дұрыс. Айырмашылықтан бастапқыны алдық 14 келі бұл да дұрыс. Енді қараймыз. Айырмашылықтан бастапқы алынбайды. Енді қараймыз. Осы төртеудің ішіндегі қайсы ең азы? 11, иә? 11 асыр ма? Жүзек асыр. Сонда бұнда жылуды далаға шығармайды. Сақтайды. Мына ішіндегі ыстық суды мынау сақтап беріп тұр, жүн сақтап беріп тұр. Біздің тәжірибеміз дұрыс болып тұр. Келесі ойынды бастаймыз.
Toplumunuzda aşağı boyunda. Жиырма бал алды, өте керемет. 20 бал алды. Ого, 38 бал шықты. 38 бал шықты. Ал керемет, 38 нәтижесі шықты, нәтиже шықты. Не дейін? 38 оның нәтижесі шықты. Арба кило. Кило. Керемет, қосылбай. Жақсы бұталды. Екінші тағы кило сізге. Келесі. Жұмыс түрінде. Келесі. Жұмыс түрін беремін. Жас салымдар бойына. Қазір жас келесің. Не, я? Нау. Қай? Мына қоқ. Қандай мамандық деймін? Өрт сөндірушіні деймін. Жақсы ұстайды. Сіздер? Полиция қызметкерлері сіздер? Дәрігерлерге. Жақсы. Енді қараймыз сіздер әден ақыл кеңес сұрап тұр. Мынадан сіздер айналып отырып. Осы матадан көруге рұқсат берілмедіңдер. Ойланамыз. Мына киімді медицина қызметкерлерге көруге осы матадан рұқсат бересіңдер ма? Басқа матада деп айтар едіңдер. Олардың неге? Олар қайта жүріп көмесе. Салқын жерде тұрады. Екіншіден тағы неге? Не шашып жүреді? Бұларға берілетін мата не болмау керек? Өткізбейді, матаны беруді ұстар едіңдер. Жақсы жұқа матаны ұсынып тұр. Сіздерші? Қандай жұқа мата деген берсен, қалың мата деген беріңдер. Қалың мата неге? Бұрыс айтады, бұл өтпеу үшін деймін. Екіншіден бұлар осы киіммен қайықта жүреді. Далада да жүреді, иә? Біздің тыныштығымызды түнде де күндізде жүрген өте керемет. Маталарды біріншіден зерттейсіңдер. Жаңа зерттедік, иә? Масатларды лупанинен. Енді осы маталардың қайсысы су өткізбейтіндігін келесі сабақта үйден зерттеп анықтап келеміз, иә? Қай мата суды тез өткізеді, қай мата суды тез өткізбейді. Қаншаны жарана басталады? Жақсы. Матаға суды не қыламыз? Тамызамыз. Содан кейін ол сіңірмей ма соны көреміз. Үйге тапсырма бүгінгі бағана біз қай киімнің жылы екенін анықтап берсек, енді маталардың қайсысы суды өткізеді, суды өткізбейтінін анықтап береміз. Өте керемет. Сонымен қай топқана кіші қалып қойды? 3 топқадардан 1 топқана жұмысынан қалып қойды. Сондықтан бүгінгі сабаққа жақсы қатысқан баршаңызға рахмет. Бүгін біз өзіміздің сыныбымызға, өзіміздің айларымызға келген жолсерік апайларымызға да рахмет айтып, қошемет көрсетуге болады. Ұстаз болу бұл жай жұмыс емес, бұл миссия. Мен әр күні өз миссиямды орындауға ерте дайындалам. Әр сабақ бір тұлғаның өмірін өзгертуі мүмкіндігі. Ұстаз болу тек сабақ өткізу емес, бұл әр сөзді ойланып айту.